Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар, көрермендер. Бүгін 100-ге дейінгі екі орынды сандарды, оның ішінде 7 кеселілерін жіктеп көрейік. Айталық 35. 35 саны 5-ке аяқталып тұр, ендеше 5-ке бөлінеді. Көбейту кестесін еске түсірейік. Ендеше 35 дегенім 5 көбейтілген 7. Сандарды жай көбейтіштерге жіктегенде көбейту кестесін білу маңызды екендігін байқап отырсыздар. Келесі санымыз 63 болсын. 63-ке аяқталады, ендеше 2-ке бөлінбейді. 2 цифрын қосайық, 6 қосылған 3 9, 3-ке бөлінеді. Ендеше бұл сан 3-ке бөлінеді. Бұны 3 көбейтілген 21 деп жазамыз. 21 дегеніміз 3 жерде 7. Ендеше 63 дегеніміз 3-тің квадраты көбейтілген 7 деген сөз. Ары қарай 91 деген санды алып көрейік. 91 деген санның 7 кеселі екендігін қайдан білеміз? Бізде бөлінгіштіктің мынандай бір тамаша қасиеті бар. Егер А мен Б сандары С санына бөлінсе, онда бұдан шығатын қорытынды олардың қосындысы немесе айырымы осы С санына бөлінеді деген осындай жақсы бөлінгіштіктің қасиеті бар. Бірінші қасиет деуге де болады. Енді 91 санының 7-ге еселі екендігін қалай көрсетсек болады? 91 70 қосылған 21 деген сөз. 70-ім 7 көбейтілген 10 қосылған 21 дегенім 3 көбейтілген 7. Екеуінен де ортақ көбейткіш 7-ні сыртына шығарсаңыздар 10 қосылған 3. Яғни 91 дегеніміз 7 көбейтілген 13 деген сан. Мына 6 тас парағында бізде тек жай сандар ғана бейнеленген. Енді үйге бекіту ретінде сіздерге бірнеше санды берейін, оны жіктеп комментарийға қалдырсаңыздар болады. 42 деген санды жіктеп көріңіздер. 84 деген санды жіктеп көріңіздер. 98 деген сандарды жіктеп көріңіздер. Егер видео сабақ ұнаса, каналыма тіркеліңіздер. Достарыңызбен видео сабақпен бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар.